Ал енді қасты бояймыз. Қасты бояу үшін калий гел деген теңді аламын. Мынандай қасқа арналған скошенная кисточка болады. Және де оның қасында консилермен немесе тональды креммен жағатын осындай синтетикалық кисточкасымен бірге жүреді. Оған қоса тағы да кисточка расческа деген бар. Оны барлықтарың білетін шығарсыздар. Мынандай бар. Қас бояуға осы 3 кисточканың бәрі керек болады. Қасты боямастан бұрын енді менің перманент болып тұр, енді түсіндіруге тырысайын. Кейбір мынау қас өзі наивысшая точка деп аталады. Мынау қастың ұшы, мынау алдыңғы жағы. Мына наивысшая точка деген көздің біткен тұсына тура сызық жүргізгенде сол жерден біту керек. Мына жасада тура солай белгілейсіздер. Сол кезде екі қастарыңыз бірдей аралықта жатады. Қастың алдыңғы жағы ашық түсті болады, артқы жағы қатты қанық түсті болады. Соны ұмытпаңыздар. Кисточканың ортасымен аламын. Теңді. Наивысшая точкамды көрем. Кисточканы қойып мына жерде астынан бастап бояймын. Белгісін қойып қойдым. Ұшына қарай ұшын қасыңыздың қатты төмен түсіріп жүрмеңіз. Қатты жоғарыда көтеріп жүрмеңіз. Және де қатты созып жүрмеңіз. Қатты түсірсеңіз, көзіңіз одан ары мына жағы басылып қалады. Қатты көтерсеңіз, ол уже дұрыс емес, әдемі емес болып қалады. Тағы да өлшейсіз. Наивысшая точканы белгілейсіз. Сызасыз. Астыңғы сызық пен үстіңгі сызық екеуін қосасыз. Үш бұрышқа. Мына жері өте жіңішке болу керек. Ортасын толтырасыз. Кисточкадағы бар краскамен жеткен жеріне дейін жағасыз. Алдыңғы жағы енді өзіңіздің қасыңыздың формасына байланысты. Кейбір қыздар түзу форманы қалайды қастың. Кейбір қыздар осылай қайрылып тұрғанын қалайды. Бүгін мен өстіп қайрылып тұрған форманы көрсетейін, келесі жолы тірек тегіс форманы көрсетемін. Алдына қарай бояйсыз. Алдыңғы жағына тек кисточкада қалған краскамен ғана бояйсыз. Қатты темный қылып жасап жіберсеңіздер, қабақтарыңыз былай тұрған сияқты болады. Өздеріңіз де байқайтын шығарсыздар кейбір қыздардың қастарын бояп алғандарын. Карандашпен де бояса болады. Тек қана қара түстен басқасын бәрімен қастарыңызды бояй берсеңіздер болады. Арнайы қас боятын тень болмаса, тень для глазының ішінде қоңыр түсін неше түрлі оттенегі болады. Соны қолданып боянсаңыз болады қасыңызды. Оған арнайы қағида жоқ, қатып қалған. Қас бояйтын теңмен де көзді бояй берсе болады. Мысалы, корректорды да көзге жала берсе болады. Оны тағы да бір видеода көрсетемін сіздерге. Тағы да бір видео түсірем. Алдағы уақытта қасты өзіңіз үйде қалай жылуға болатын, қалай формасын шығаруға болатын туралы көрсетіп видео салам. Мен ойлаймын, барлықтарыңызға да керек, қызық болады деп. Өйткені көп адамдар макияжға келгенде айтады, жұлдыртуға уақытым болмады, немесе қалаға шыға алмадым, немесе үйдегі шаруалар, қонақ, бала шағалары бар, кісілер бар, жұмысқа барады, соны үлгермей қалып жатады. Ал әйел адам әрдайым өзі әдемі болып жүргенді қалайды. Міне формасын жасадым. Енді мен көрдім, енді жақсы шықты, я? Вдруг сіздердікі бүйтіп шығып кетті. Линиялар болады әртүрлі. Ұшы қалың болып қалды мысал үшін. Мен мысалға келтіріп жатырмын, өйткені көптеген адамдар сразу қасты әдемі сала алмайды. Сол үшін менің қасым дұрыс шықпады деп қатты мұңаймаңыздар. Практикамен келетін нәрсе. Қаншалықты жиі боянасыздар, соншалықты жақсы шығады.